кісі білмедім, сол жерде жұмыс істей ме, жоқ әлде жай мешітке келіп кетіп бара жатқан адам ба? Осы әйелдер неге үйлерінде тыныш отырмайды екен? Деді. Неге көпше түрде айтты? Себебі менімен қатар бір жасы үлкен әйел кісі мешітке кіріп бара жатты. Ол кісі күліп жауап берді. Біз де келгіміз келеді ғой, деп еш ашуланбай. Бірақ мен өзімді біртүрлі сезініп қалдым. Және сенесіздер ме? Сол жағдайдан кейін мен ұзақ уақыт бойы мешітке барған жоқпын. Себебі мешітке барсам, маған солай айтатын сияқты, адамдар жақтырмай сөйлейтін сияқты. Бір қорқыныш қалып қойды өн бойымда. Және соңғы кездері тұрмысқа шыққан соң күйеуім